Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі дүниетану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам өміріне ауа райының әсері. Бүгінгі сабақтың мақсаты сенің меңгеретінің ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Сенің білетінің ауа райы болжамы, синоптик, ауа райының оң және кері әсері туралы білесің. Енді балалар, алдарыңдағы шағын бейне көрсетілімге назар аударыңдар. Алматыда аздаған жел тұрады. Күн бұлттанып, жауын-шашын болады. Ауаның температурасы күндіз 18-20, түнде 10-12 градус жылы болады. Бүгін жауын жауады деп жатыр. Ал аспан шайдай ашық. Қазір ашық болғанымен, біраздан соң жауатын шығар. Синоптиктер айтса жауады. Синоптиктер деген кімдер? Синоптиктер деген ауа райын болжаумен айналысатын мамандар. Синоптиктер ауа райын қайдан біледі? Олар метеорологиялық станцияларда ауа райын бақылап отырады. Метеорология деген не? Метеорология аспанды және оның өзгерісін зерттейтін ғылым. Метеорологиялық станция ауа райына бақылау жүргізіп отыратын мекеме. Метеорологиялық станцияларда жұмыс аз шығар. Жауын жауды немесе жауған жоқ деп белгілеп қойса болды. Онда мамандар ауаның температурасын, желдің күші мен бағытын, ауа қысымын, жауын-шашын мөлшерін, ауа ылғалдылығын, барлығын өлшеп отырады. Онда жұмыстары өте көп екен. Синоптиктер ауа райын бүгін бақылап отырса, олар алдын ала не боларын қайдан біледі? Жинақтаған мәліметтердің барлығын олар ауа райы картасына түсіреді. Бір тәулікте осындай карталардың 4-еуі жасалады. Сол карталарды салыстыру арқылы салқын немесе жылы ауаның желдің қай бағытта қандай жылдамдықпен қозғалып бара жатқанын, олардан қандай температураны күтуге болатынын, жауын-шашынның болу ықтималдылығын анықтайды. Яғни, алдағы тәуліктегі ауа райына болжам жасалады. Синоптиктердің жұмысы өте маңызды екен. Синоптиктер жұмысы ең алдымен ұшқыштарға, теңізшілерге, ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне, көлік жүргізушілеріне көмегін тигізеді. Ауа райын болжап беретін синоптиктердің еңбектеріне рахмет. Балалар, бұл заттар қай мезгілде керек деп ойлайсыңдар? Әрине, қыс, көктем, жаз, көз мезгілінде екен. Ал енді неліктен дәл осы мезгілдерге байланысты осы заттарды таңдадыңдар? Әрине, ауа райына байланысты таңдадыңдар. Ал енді ауа райы деген не екен? Ауа райы адамға не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Жақсы, адамның белгілі бір уақыттағы, белгілі бір жердегі жай-күйі ауа райы деп аталады екен. Өте тамаша айттыңдар. Ауа райы нелерден тұрады? Ауа райы ауа температурасынан, бұлттылық, жауын-шашын, желден тұрады екен. Сонымен қатар балалар, ауаны зерттейтін құралдар бар екен. Мына жерде 4 құрал тұр. Бірінші тұрған құрал бұл әрқайсымыздың үйімізде бар. Онымен үйдің температурасын өлшейді екен. Екінші тұрған құрал бұл судың суықтығын, жылылығын өлшейтін құрал екен. Үшінші тұрған құрал бұл адам денесіндегі температураны өлшейтін құрал екен. Төртінші тұрған құрал бұл үйдің жылылығын, суықтығын тексеретін құрал екен. Балалар, біз ауа райын күнделікті болжаймыз. Ауа райын болжағаннан кейін біз оны шартты белгілермен белгілейміз. Мысалы, мына жерде көріп тұрғандай, күн аязды, қарлы, ыстық, боранды, ылғалды, желді, жаңбырлы, құрғақ, жылы, салқын, ашық, қоңыржай, бұлтты деген сияқты осындай сөздермен болжап айтады екенбіз.
Сен ауа райы, ауаның белгілі бір уақыттағы, белгілі бір жердегі жай-күй екенін білесің. Ауа райын болжау үшін ауаның температурасын, желдің күшін, аспандағы бұлттың жағдайын, жауын-шашынның болатынын анықтайды. Терезеге қарап, отбасыңмен бүгінгі ауа райы жайлы және жақын арадағы ауа райын білу не үшін қажет екені жөнінде ой бөліс. Өте ерте заманда адамдардың өмірі ауа райына тәуелді болды. Тарихқа үңілсек, ол заманда Қазақстан жерінде құрғақ ауа райы қалыптасыпты. Жауын өте сирек жауған, өсімдіктер қатты ыстықтан қурап, егіншілікпен айналысу мүмкін болмаған. Содан біздің ата-бабаларымыз жылқы, қой, ешкі, түйе өсіруді меңгерген. Қазіргі кезде ауа райы алдын ала болжанады. Өйткені жетілген жаңа техникалар пайда болды. Міне балалар, мынадай халық болжамдары бар екен. Ит қарға жатса, не керіліп ұзақ жатса, таяуда күн жылынбақ. Ұзақ ұйықтаса, ауа райы бұзылмақ. Жерге аунай берсе, жазда жаңбыр жауады, қыста бұрқасын соғады. Ал құмырсқа ертеңгісін илеуінің аузын ашып, ерсілі-қарсылы шұбыра бастаса, тыным таппай жұмыстанса, ауа райы жақсарады деген сөз. Ал тауық жүнін үрпейтіп, қытқылдаса, ауа райы бұзылады. Құмға аунап, қанаттарын қаққылап сілкіленсе, жаңбыр жауады екен. Енді балалар, мына жердегі номер 1 тапсырмаға көңіл аударайық. Бұл жерде ауа райы адам өміріне қандай әсерін тигізуде? Екінші, өзің тұратын жердің ауа райын сипаттап жаз. Бұл тапсырманы орындау барысында дескрипторларды басшылыққа алып, мынандай қадамдардан өтесіңдер. Енді балалар, мына жердегі 2 тапсырмаға көңіл аударайық. Бұл жерде ауа райының шаруашылыққа тигізетін зардабын анықтау. Берілетін тапсырма шаруашылыққа кері әсер ететін ауа райы бейнеленген суреттерді белгіле. Қолайсыз ауа райы шаруашылыққа қалай әсер етеді? Оның қандай зардаптары бар? Енді балалар, осы жерде 4 суреттің ішіндегі шаруашылыққа кері әсерін тигізіп тұрған 2 және 4 суреттер. Сендердің де жауаптарың дәл осындай болды деп ойлаймын. Міне балалар, бүгінгі сабақта ауа райы, ауа райының болжамы, синоптик, ауа райының оң және кері әсері туралы білдіңдер. Ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және теріс әсерін талдадыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Өзіңнің осы сабақты қалай түсінгеніңді күннің көңіл-күй арқылы қорытындыла. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңа рахмет.